Қарағандыға 86 жыл. Қарағанды қаласы облыстың ірі индустриалды, өнеркәсіпті, ғылыми және мәдени орталығы болып табылады. Қазақстан қалаларының халқы саны бойынша Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент және Ақтөбе шаһарларынан кейін 5-ші орында орналасқан. 1934 жылы 10 ақпанда Қарағанды қала болып қайта құрылды. Аумағы 543 шаршы метрге тең қалада 500 мыңға жуық адам тұрады. Осы ретте біз де қаламыздың қарыштап дамуына, өркендеуіне тілекшіміз. Бүгін менің туған қалам Қарағандының туған күні. Мен үшін Қарағанды ол қасиетті жер бетіндегі ең қадірлі мекен. Осы қалада кіндік қаным тамып, шыр етіп дүние есігін ашқан едім. Осы қалада білімнің жолын қуып, үлкен биіктерге баспалдақ болған менің қасиетті мекенім. Осы Қарағандыда туғаным үшін, осы Қарағандыда тұрғаным үшін Аллаға шүкірлік етемін. Барша осы қарағандылықтарды, қала қонақтарын қасиетті қаламыздың Қарағандының туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қаламыздың мәртебесі биік, дәрежесі әрқашан асқақ болсын. Сүйікті қалам Қарағандының туған күнін шын жүректен құттықтаймын. Студенттік шағымның қызықты күндері осы қалада өтіп жатқанына қуаныштымын. Әсем, көрікті қаламның мерейтойымен барлық қала тұрғындарын құттықтаймын. Құрметті қарағандылықтар, баршаңызды бүгінгі Қарағандының 86 жылдық мерейтойымен құттықтаймын шын жүректен. Негізінен біздің Қарағанды қаламызды көбінесе ескі күңгірт деген сияқты сөздер айтады. Дегенмен айтқым келеді, көре білсең көңіліңнің көзімен, Қарағанды қаралы емес мүлде өзге, тек бір ғана кемшілігі қаламның қуанышы көрінбейді жай көзге. Біздің қаламыздың қазіргі таңда дамып, өркендеп жатқанына біз қатты қуанамыз. Осы студенттік шағымның, жастық дәуренінің Қарағандыда өтіп жатқанына өте қуанамын. Алдағы уақытта да осы Қарағандыны дамытуға өз үлесімді қосамын деген үміттемін. Пальцем не протрешь и со временем найдешь. Есть на свете уголок, ни на что он не похож. Там кумыс на кошмах пьют, песни подкабы споют. Но не верит мне никто, все с вопросом пристают: а это где? И я опять в ответ скажу: в Караганде. А если хочешь, покажу, где. В Караганде. А это где?